Аягөз ауданына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов және облыс әкімі Даниал Ахметов жұмыс сапарымен келді. Алдымен олар республикалық маңызы бар Өскемен-Талдықорған автожолындағы құрылыс жұмыстарының барысымен танысып, келесі кезекте Даниал Ахметов аудандық аурухананың, атап айтқанда кардиологиялық орталықтың құрылысын көріп қайтты. Облыс әкімі кардиологиялық орталықтың құрылысының барысына өте жоғары баға берді. Мен кардиологиялық орталықты көріп шықтым. Өте қуаныштымын. Мысалы, Алтай қаласында да осындай қаржы бөлінген. Бірақ олардың салған орталығы Аягөз қаласында салынған орталықпен салыстыруға келмейді. Аягөзде салынып жатқан орталық өте сапалы, ақшаны дұрыс және ақылмен игергендеріңіз көрініп тұр, деді Даниал Ахметов. Жүрек қуанады осыны көргенде. Вот сердце радуется, когда видишь работу с хорошим качеством. И я каждый раз сравниваю не от того, что я там приезжаю в город Алтай, придираюсь к этим строителям, которые за те же деньги выполняют, но сделано там намного хуже качество, здесь намного лучше. И другое отношение видно. Ну и здесь, соответственно, я радуюсь, что вот куплено оборудование совершенно другого уровня. Это уже другой облик, я бы сказал, сельской медицины. Здесь в ближайшее время, в конце мая, будет поставлен ангиограф, и вот районная больница города Аягоза будет по своим функциональным возможностям не будет уступать ни одной из лучших больниц, скажем, города Семея или города Усть-Каменогорска. 15 врачей этой сельской больницы были в Европе, обучались. То есть вот реальное движение вперед, когда в районном центре есть инсультный центр, когда в районном центре есть с ангиографом кардиоцентр и, прямо скажу, очень высокого уровня родильное отделение.